Баршаңызға сәлем. Бүгінгі күні менің асханамды жинаумен өтті. Ас үйімді жинап сүртпегелі бір 2 аптаның уақытындай болды. Соған жуып тазалап алып жатырмын. Оның үстінде мына суырмалардың ішінде какао бар болатын. Соны қызым алып, жағып тастапты. Сонымен бір сылтаумен мынау ас үйімді жинап алайын деп жинап алдым. Одан кейін көрдіңіздер, менің ең басты көмекшім осы қыз. Осы қыз болмаса, осы тірліктің біреуде жасалмас еді. Барлығын сүртіп тазалап, орындарына қойдым. Және де осылардың ішіне бір пластмастар бар еді ғой, сондай алғым келіп, одан кейін қош енді үйге барғаннан кейін барлығын жаңадан алармын деп өз-өзімізді жұбатып жүрміз. Одан кейін бір мына терезеге көштім. Терезені де жумағаныма біраз уақыт болды. Тек ішін ғана сүртіп алып жүретінмін. Бұда негізі тек ішін ғана сүртем дегем шыдамай сыртында сүртіп қойдым. Одан кейін қорқам ше, күн суытып, мына даланы ашып жауып емізіп жүргеннен кейін суық тигізіп алам ба деп. Бірақ енді бүгін қош деп шыдамай жуып тазалап алдым. Бір жеңілденіп қаласың ғой, жуып тазалап алсаң. Тереземді әдемілеп жинап, реттеп алдым. Арғы бет деген анық көрініп қалды ғой. Көктемге дейін шыдайын деп едім, оған көктемге дейін шыдамадым. Кәдімгі кухняма кірген сайын үстімді денемде бір ауыр жүктіреді, сол түсті. Одан кейін енді кеше пособие түсті ғой. Осы пособие түскенде үйге пицца алдырам, болмаса киноға барам. Сол қыздарыма бір бөлігін осылайдан жұмсаймын. Сіздер не істейсіздер пособияны? Деп жатырмын. 3400 теңге. Опа. Мысық тұрды ма? Проверсін. Так. Твоя большой копейник? Я, мен үлкен копейнигім. Болды, я. 400 теңге. Одан кейін 1000 теңге. Так. 500 теңгелікті өшірейін. Індексін кәдімгідей неге шығарып, сөйтіп істемесем. Мынау 500 теңге, 500 теңге 1000 теңге. Мынау 1000 теңге. Коробка сатып алып деген сияқты. Одан кейін ана қыздарға тауып бер десем, осы нені тауыпты. Мынау 1000 теңге. Одан кейін 500-500-ден 2-500 өшейін. 500 теңгеден. Сонымен болды. Татыр, мынау 1000 теңге, мынау 500 дұрыс қой, 2000 теңге. Ал бастадым ал. Копейникті де арнап тастадық. Осы 1-2 тірлікпен менің бір күнім өтті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.